Нағыз қатпарлы қамырды дәл осылай жасаңыз. Бүгін қатпарлы қамырдан дәмді круассандар жасаймыз. Ең алдымен жылы сүтімізге тұз, дрож, қант салып жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге шамамен 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Біздің қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Міндетті түрде астына аз ғана ұн сеуіп, қамырымызды орташа қалыңдықта жаямыз. Және де тоңазытқышта қатып тұрған сармайымызды жұқалап турап, дәл осы видеода көрсетілгендей қамырымыздың ортасына жайғастырамыз. Және де дәл осы видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды ораймыз. Оқтаумен тағы да жайып, орташа қалыңдықта жайып алыңыздар. Дәл жаңағы әдісті екінші рет қайталаймыз, яғни қамырымызды орап аламыз. Одан кейін пакетикке салып, мұздатқышқа шамамен 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін қамырымызды жайып, видеодағыдай круассанның формасын шығарамыз. Қыздар, дәл осы рецепті сақтап алып жасап көріңіздер, өте дәмді және де қатпарлы болып шығады. Пергамент қағазының үстіне круассандарымызды жайғастырамыз. Бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сары уызын жағуды ұмытпаңыздар. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-200 градуста қызарғанша пісіреміз. Әрине, дәмді круассандарды отбасыма чемпион кене шайымен ұсынамын. Құрамында ешқандай бояғыштар жоқ, 100% дәмді шай.